Сәлеметсіздер ме? Сіз чайның ішіндегі накипті қалай тазалау керектігін білмей жүрсіз бе? Мен сізге ең оңай жолын үйретемін. Ал сіз лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сонда келесі видеомда сізге қазанды қалай ағартудың оңай жолын көрсетемін. Міне бүгін сізге мына чайниктер ішін көріп тұрсыз, сарғайып, чай судың қайнаған накиптер сарғайып тұр. Мен қазір сізге осыны тазалаудың оңай жолын көрсетемін. Су құямыз. Арисонда ыстық судан құйсаңыз да жарайды. Сосын міне көріп тұрғаныңыздай кәдімгі 70% сізге жаңа сурет көрінуін алыпты. 70%-тік уксусты құямыз. Ішінде жартыдан төмен тұр, көріп тұрсыздар ғой да? Жартыдан төмен тұр, соны чайникке құйып отқа қоямыз. Міне мынау қайнап жатыр, ішінде уксусы. Сөндіріп 15 минут қайнатып, және осы ыстығын басып кішкене өшіргеннен кейін 10 минут және қоямыз да, осы суын төгіп тастаймыз. Не көрдіңіздер ғой? Оп-оңай, ешқандай күш кетірмейсіз, іші осылай аппақ болады. Маған комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз.